Қайырлы күн баршаңызға, берекелі асханаға қош келіпсіздер. Бүгін сіздермен қамыры жыртылмайтын, ешқандай оқтаусыз, миксерсіз жасалынатын медовый тортын жасап көрсетемін. Алдымен іші тереңде ыдысқа әселді құйып, орташа отта қозғап отырып ертіп аламыз. Үстінен бір шай қасық сода саламыз. Жақсылап жайлап араластырамыз. Әселіміз ақ түске еніп, көпіріп бастайды. Торттың негізгі түсі осы содаға байланысты. Әселді неғұрлым көбірек қуырған сайын түсі қызарып, қоңырлау түске ене бастайды. Мінекей біздің әселіміз дайын болып қалды. Енді оттың астын өшіріп, бөлме температурасындағы сармай немесе маргаринімізді салып, жақсылап ергенше қозғап тұрамыз. Әселіміз карамельден түске еніп, бір түсті болып дайын болып шықты. Енді бұны суыту үшін шетке алып қоямыз. Келесі ыдысқа шекер саламыз. Үстінен бір шай қасық разрыхлитель қосамыз. Және 6 дана жұмыртқа қосып, жақсылап араластырамыз. Жұмыртқаларымыз үлкен болу керек. Мінекей жұмыртқа мен шекерімізді жақсылап араластырып алдық. Енді үстінен ерітілген әселімізді құямыз. Әсел кішкене ыстықтау болуы мүмкін, бірақ ештеңе етпеді. Араластырған кезде өзі жайлап сойы береді. Рецепттің барлығын описание бөліміне жазып қалдырамын, сол жерден қарап көрсеңіздер болады. Енді ұнымызды електен өткізіп отырып саламыз. Барлық ұнды бірден салып жіберуге болмайды. Аздан електен өткізіп отырып, осылай салып аламыз. Және ұнның құмықтары қалмайтындай етіп, жақсылап араластырамыз. Мінекей біздің тортымыздың қамыры дайын болды. Консистенциясы қаймақ сияқты болу керек. Бірдей көлемдегі 3 кесеге теңдей етіп құйып шығамыз. Мен корждарды пергамент қағазынсыз пісіруді көрсетемін. Егер сіз қаласаңыз, қағазды қолдансаңыз да болады. Табаны алып, маргаринді осылай жағып шықсаңыз, корждардың асты ешқандай жабыспайды, күймейді және әдемі болып піседі. Енді табаға қамырды құйып аламыз және шеттерін жайып шығамыз. 3 корж шығады. Бұл бізде бірінші корждың қамырын дайындап жатырмыз. Коржды жаю кішкене қиындау болуы мүмкін, себебі қатты жабысқақ болып тұр. Егер қаласаңыз, қолмен жаюға да болады, бірақ алдымен қолымызды ұндап немесе сулап алуымыз керек. Енді қызып тұрған пеште 180 градуста 10 минут пісіріп аламыз. Қараңыздар, қамыр сонда жұп-жұмсақ, нәзік болып шықты. Корждар ыстықтай күйінде ортасынан кесіп аламыз. Енді екінші коржды пісіруге кірісеміз. Қолымызбен сарымайды табаға жақсылап жағып шығамыз. Үстінен кеседегі қамырымызды құйып аламыз. Табаның барлық жеріне қамырымызды бірдей етіп, тегістеп жайып шығамыз. Духовкаға 10 минутқа қойып пісіріп аламыз. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай, асты ешқандай жабыспай оңай алынады. Енді жылы күйінде ортасынан теңдей етіп кесіп аламыз. Егер суыған кезінде кессеңіздер, корждар сынып кетуі мүмкін. Бұл бізде 3-ші коржды пісіруге дайындап жатырмыз. Дәл жаңа 2 коржды қалай пісірген болсақ, осылай 3-шісінде пісіріп аламыз. Енді корждың шетіндегі қатты жерлерін кесіп алып, блендердің немесе оқтаудың көмегімен майдалап аламыз. Енді тортымыздың кремін жағып жинауға кірісеміз. Мен креміне заварной крем пайдаландым. Егер сіз қаласаңыз, сливкимен немесе сметанамен жасасаңыз да болады. Кремін 3-4 қасықтан салып отырып, тегістеп жағып шығамыз. Мен торттың биік болғанын қаладым, сондықтан 3 қабат емес 6 қабат шығардым.
Тортымыздың жан-жағына кремдерімізді жағып шығамыз. Мінекей, өте жұмсақ, ауызда еріп кететін медовый тортымыз дайын болды. Енді тортты холодильникке салып, бір түнге немесе 2-3 сағатқа қойып қойсаңыздар болады. Бірақ мен уақыттың тығыздығынан шамамен жарты сағаттай ғана қойдым. Бірақ соның өзінде қараңыздаршы, өте жұмсақ, дәмді болып шықты. Бір жасағаннан өте сәтті болып шығады. Сіздер де істеп көріңіздер. Видеоны соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет. Егер видео рецепт сізге ұнаған болса, каналға тіркеліп, лайк басып, және жақындарыңызға жіберіп қойыңыздар. Келесі видеода кездескенше сау болыңыз.